Қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында 3 түрлі формада, яғни дөңгелек, төртбұрышты күйінде қытырлақ чебуректер даярлайтын боламыз. Дауысын естіп қараңыздар, дәмі ең күшті қытырлап шығады. Ал енді сол қытырлақ чебуректерді бірге даярлайық. Алдымен бауырды жақсылап жуып, салқын суға татымдары тұз салып, бір қайнатып оттың астын сөндіреміз. Осындай көбік пайда болады. Көбігін алып тастаймыз да піскен бауырды сүзіп аламыз. Бауырды сүзіп алғаннан кейін суытып, суығаннан кейін оны ет тартқыштан майдалап өткізіп аламыз. Дайын болған бауырды бөлек қойып қоямыз да қызып тұрған майға осылайша 2 пиязды жақсылап қуырып, үстіне сол дайын болған бауырды салып, тағы да 1-2 минут қуырамыз. Татымына қарай тұз, бұрыш салуды ұмытпаңыздар. Осымен чебуректің ішіне салынатын салмамыз дайын болды. Ал енді қамырын даярлаймыз. Ол үшін бізге жылы су, жұмыртқа, ұн, татымына қарай тұз және аздап құмшекер қажет. Енді ыдысымызға су, жұмыртқа, татымына қарай тұз, жарты шай қасық шекер және 1 ас қасық сұйық майды құйып, жұмсақтау қылып қамыр илейміз. Біздің қамырымыз міне осындай деңгейде болады. Бетін жауып 2-3 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін тағы да 1-2 рет қайтарамыз да 2-3 минутқа бетін жауып қоямыз. Сол кезде біздің қамырымыз жаюға өте ыңғайлы болып шығады. Чебуректің ішіне кез келген салманы салуға болады. Картоппен, фаршпен, яғни етпен, немесе жаңағы бауырды пиязға шикідей ет тартқыштан өткізіп, шикідей пиязбен қуырсаңыздар да болады. Ал маған бауырды қайнатып істеген ыңғайлырақ болды. Ал енді қамырымызды жұқалы қылып жайып, кесемен немесе үлкен де бір ыдыспен өзіңізге қолайлы қылып кесіп аласыздар. Немесе кесемен кескім келмейді, артық зат қамыры қалмасын десеңіз, мантының қамыры сияқты кесіп, артық шығынсыз, яғни ешқандай қамырды қалдырмай, манты сияқты кесіп алсаңыздар болады. Яғни төртбұрышты қылып жасайсыздар, сол кезде сізде ешқандай артық қамыр қалмайды. Көзге әдемі, әсем болып көріну үшін кесемен кескен дұрыс, яғни дөңгелек қылып, ал сізде ешқандай артық қамыр қалмасын десеңіз, осылайша төртбұрышты қылып кессеңіздер де болады. Осымен біздің 3 түрлі формадағы чебуректер дайын болды. Бірі үлкен, бірі кіші дөңгелек болса, үшіншісі төртбұрышты болып жасалынған қамырлар. Дайын болған қамырлардың ортасына осылайша дайын салманы салып, жан жағын шанышқымен, яғни вилкамен тегістеп шығамыз. Сол кезде біздің қамырымыз ашылып кетпейтін болады. Осылай тегістеп болғаннан кейін майды қыздырып, үстіне осы дайын болған чебуректерді салып, алды-артын қызартып пісіріп аламыз. Осымен біздің 3 түрлі формадағы чебуректер дайын болды. Міндетті түрде жасаңыздар. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Айкони фудқа тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Негізі осылай кішігірім қылып істеген әдемірек көрінеді екен. Дастарханға қойғанға да және жегенге де ыңғайлы. Бір жегеннен таусылады. Сондықтан осылай кішігірім жасасаңыздар болады. Ал төртбұрышты күйіндегісі ең ыңғайлысы, өйткені ол жерде ешқандай қамыр артық қалмайды. Қытырлап, керемет болып шығатын чебуректерді менің каналыма тіркеліп жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын!